Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен рулеттің рецептімен бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындап көріңіздер. Алдымен құрғақ ыдысқа 2 жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп аламыз. Енді ағы-уызды 2 есе ұлғайып өз қалпын ұстайтындай етіп миксерлейміз. Осымен біздің ағы-уызымызды дайындап алдық. Ол өзінің формасын ұстайтындай күйге енді біз сары-уызымызды дайындаймыз. Ол үшін бізге қант, жылы сүт және сұйық майды қосып, оны да ағарғанша миксерлейміз. Сары-уызды миксерлеп алған соң, оның үстіне ұн және қосқышты араластырып, екеуін електен өткізе отыра сары-уыздың үстіне біртіндеп қосамыз. Ешқандай комочек, яғни түйіршік қалмайтындай етіп, ұнды жақсылап миксерлейміз. Барлығын жақсылап араластырып алған соң, дайын болған сары-уыздың үстіне ақ-уызды біртіндеп қосып, лопатканың көмегімен асты-үстіне осылай араластырамыз. Дайын болған қамырды формаға салып пісіріп аламыз. Рулет жабысып қалмас үшін форманың бетіне пергаментті қағазды төсеу керек. Бисквитіміз толықтай пісіп шығу үшін оның бетін спатуланың көмегімен осылай бірдей етіп жайып шығамыз. Осымен біздің бисквитіміз дайын болды. Оны пергаменттен алып, ыстық күйінде орап қоямыз. Рулетті ыстық күйінде орап тастаймыз. Оны суыған соң орауға болмайды. Рулет 20-30 минутта толықтай суыйды. Рулетіміз суығанша оның кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге майлылығы 20%-ды құрайтын қаймақ, сары май және варенка керек. Дәміне қарай қант немесе қант ұнтағын қосып, барлығын жақсылап венчикпен араластырамыз. Осымен біздің рулетіміз 20 минутта толықтай суыды. Рулеттің ішіне кремін салып, оны ораймыз. Өз қалауларыңызша кремнің орнына джем, кілегейден жасалатын кремдер немесе варенье қоссаңыздар болады. Кремге ерекше дәм беру үшін оның үстіне бананды қосып шығамын. Өз қалауларыңызша басқа да жеміс-жидектерді қоссаңыздар болады. Барлық кремді жағып болған соң, енді рулетті ораймыз. Креміміз толықтай сіңу үшін оны тоңазытқышқа 1-2 сағатқа салып қоямыз. Рулеттің үстін өз қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Мен оның үстіне шоколадты ерітіп, осылай құйып шықтым. Осымен біздің рулетімізді кесіп дастарханға ұсынсақ болады. Рулетіміз өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Менің рецептіммен дайындап, ауыз тиіңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.